тәуекелге бел бусаң, әрбір қиын сәттің өзінің шешімі болады деп ойлаймын. Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Жадыра Серғазықызы, күрделі құрылыс бөлімінің жетекші инженерімін. Мен Алматы қаласынан Қазақ көлік және коммуникациялар Тынышпаев атындағы академиясын тамамдадым. 2006 жылы осы энергосистема мекемесіне жұмысқа орналастым. Алғашқы жұмыс жасаған жерім ол абоненттік бөлім. Контролер болып бастадым, техник жұмысын атқардым. 2008 жылы АРИК бөліміне инженер болып ауыстым. Күрделі құрылыс бөлімінде 2014 жылдан бері қызмет етіп келемін. Бөліміміздің басты қызметтерінің бірі ол инвестициялық жобаны жоспарлау, бекіту, сметалық есептерін дайындау, техникалық құжаттарын дайындау. Студент болып оқыған кезімде мен группада жалғыз қыз бала болғанмын. Қазіргі ұжымдастарым азаматтардың арасында жұмыс жасау ешқандай қиындық туғызбайды. Сонда да бір адамның қасына әйел адам керек деп ойлаймын. Кәсіби деңгейдің жоғарғы болу деп ойлаймын. Коммуникация. Бұл салада бірнеше адамдармен бірге әрекет жасап жұмыс жасауға тура келеді. Сол кездерде керек болады деп ойлаймын. Жұмыстан тыс уақытта отбасымен бірге өткіземін. Табиғат аясында демалғанды ұнатамын. Балам екеуміз өткізетін уақытымыз болады өзіміздің. Киноға барамыз, кафеге. Біріншіден жұмыстан қорықпау, жауапкершілік, алдыңа қойған мақсаттарға жетем деген табандылық. Ең бастысы өз жұмысын жақсы көру. Принциптерімнің бірі енді тапсырма берілді ма, мойныма артылған бір жұмыс болса, сол жұмысты уақытылы орындау. Менің қызметімнің мағынасының бірі инвестициялық жоба аясында жасалынатын қосалқы станциялар, трансформаторлық станциялар жаңару, ауысу салдарынан халыққа тұрақты, сапалы электроэнергияны жеткізу, ақаусыз жұмыс жасау деп ойлаймын. Бірге жақсы қарым-қатынасты нығайту, оймен, жұмыстан тыс, ойымызбен бөлісу үшін табиғат аясына шыққанды ұйымдастырамыз жиі. Вместе мы работаем уже с 2019 года. Очень ответственный работник, на нее можно положиться во всем. Осуществили много проектов по инвестиционной программе. Жадыра ол мінезі жайдары, жанашыр, үнемі қасындағыларға қол ұшын беріп, білгенімен бөлісіп, душа компания деп айтуға болады. Бастапқы таңда келген кезде осы күрделі құрылыс бөліміне тәлімгер ретінде қасымда болды. Ортамызда өте беделді, қарапайым, ажарлы, жүзі жылы, өте мейірімді адам. Энергетика саласы ешқашанда өшпейді деп ойлаймын. Өз жалғасы болады. Күннен күнге энергетика арттыра келеді деген ойдамын. Жарықсыз өмір жоқ. Жарығымыз сөнбесін. Энергоарулар шығарылымына шақырғандарыңызға рахмет. Келесі айдарында мен осы жанды көргім келеді.